Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде келесі 4-ші сабағымыз Arduino'ны дұрыс жалғау және практикада қолдану болып келеді. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 4-ші сабақ Arduino'ны дұрыс жалғау және практикалықта қолдану. Біз бүгін микроконтроллер дүниесі қадам тастауға дайынбыз ба? Бұл нұсқалық бізді Arduino платформасымен жұмысқа итермелейтін болады. Өте бір маңызды сабақтардың бірі деп айта аламыз. Ендеше бастайық. Arduino'ны жалпы бірнеше сабақтар бойы айтып, талқылап келе жатырмыз. Өте бір қызықты тақырыптардың бірі. Ендеше кеттік. Arduino бізге не үшін қажет деген сұраққа жауап берейік. Бұл аппараттық бағдарламалық платформа, бұл микроконтроллер негізінде құрылғыларды әзірлеуге арналған толық платформа. Қарапайым бағдарламалау және тәжірибелік қолдану болады. Тәжірибелік қолдануда біз өте көп мысалдар қарастырдық. Мына жердегі мысалдарды қарастырсақ, суаруды автоматты басқару, веб-сервер, автопилот, роботтар және басқа көптеген қызықты жобаларды жасауымызға болады. Енді қажетті құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз ету түрлеріне де тоқталайық. Біз Arduino платасымен танысып жатырмыз. Бірнеше сабақтар бойы осы Arduino ұғымымен қолданамыз деп айттық. Себебі бұл бізде бастаушы адамдар үшін, сіздер сияқты оқушылар үшін өте ыңғайлы, ең қолайлы, кеңінен таралған модель. Және де бізге қажет USB кабель қажет болады. Яғни бұл кабель бізге осы контроллерді жаңағы ноутбукқа немесе компьютерға жалғауға ыңғайлы болу үшін бізде мына жерде арнайы порт бар Arduino'ға арналған. Осы портқа жалғау арқылы біз ноутбукқа қосамыз. Осылайша кодтауды жүзеге асырамыз. Яғни бағдарламалау бізде осылай жұмыс жасайды. Және де бізде макеттік плата қажет болады. Макеттік платаны да біз бірнеше сабақтар бойы қарастырдық. Осы макеттік плата және де жалғау сымдары. Бізде өте көп жалғау сымдары қажет болады. Мінекей осындай жалғау сымдарымен бірге жұмыс жасаймыз. Және де бізге Arduino IDE программасы қажет. Онымен алдағы уақытта көре жатармыз. Неге осы құралдар бұл негізгі бағдарламалық қамтамасыз етуге жүзеге асырады. Енді ары қарай Arduino IDE-ді орнату және конфигурациялауға келетін болсақ, ең бірінші біз бағдарламаны жүктейміз. Одан кейін платаны іске қосамыз жаңағыдай, және де негізгі сериал портты таңдап, соған кодты енгіземіз. Солай Arduino-ны таңдап, бір-бірімен байланыстырамыз. Мысалы, светодиодты қосу және өшіру дегенді жұмысты жасау керек болатын болса, бізге осы Arduino қажет. Сымдар және плата. Ең бастысы мынадай бірнеше диод түрлері қажет болады. Ол диодтардың жаңағы тоқтарды реттеу үшін біз резисторды қолданамыз. Қолдансақ болады. 220-130 ohmдық мынадай резисторлар қажет болады. Бірінші біз яғни жалғаймыз порттарды бір-біріне. Одан кейін резистор мен тоқты шектейміз, светодиодты қорғаймыз. Себебі ол өте көлемді тоқтарды көтере алмайды. Және де біз катод пен жаңағы минус, яғни анод екеуін GND пинге, катодты GND-ға жалғаймыз. Пинге жалғаймыз. Келесі бізде бағдарлама, яғни скетч жазу. Біз алдыңғы сабақта жай ғана мысал көрдік. Енді талдап көрейік. Бірінші бізде void setup функциясы. Бұл функция бір рет орындалады, яғни платаны инициализациялауға арналған. Мысалы, void setup бұл бізде пин мод 13-ші пинге жалғанды деп ойласақ, біз онда 13 output, яғни 13-ші пинді шығыс ретінде орнату. Екінші void setup'тан бөлек бізде void loop функциясы бар. Бұл void loop функциясы үздіксіз қайталану, яғни циклдың қайталануы. Void loop, мысалы, digital write 13 height 13-ке келгенде қосылады, 1000 миллисекунд күтеді, одан кейін қайтадан low, өшеді. Қайтадан 1000 миллисекунд қайталанады. Яғни бұл бізде үздіксіз қайталанатын функция, а void setup тек бір рет орындалатын платаны инициализациялау. Мына жерде digital write 13 height дейміз, 13-ші пинге 5 вольт кернеу беру, яғни светодиод осы кезде жанады дегенді білдіреді. Оны біз қалай көреміз? Мысалы, мына жерде бізде алтын көрсеткендей 5 вольт, яғни күш қуат бар.
осы кернеуге 13-ші пинге жалғаймыз. Одан кейін бұл 1000 миллисекунд, бізде 1 секунд, 1 секунд күтеміз. Және 13-ші пинді 0 ваттқа дейін төмендету арқылы светодиодты өшіреді екен. Яғни бағдарлама коды осылай жұмыс жасайды, жұмыс жүзеге асады. Так, ары қарай бізде практикада қолдану. Платаға жүктеу үшін жаңағы дайын болған кодымызды upload батырмасымен Arduino платасына жүктейміз, және де оның жанып өшкендігін бақылаймыз. Мүмкін болатын қатерлер тізбегіне келейік. Мысалы, егер де бізде мынадай қатенің түрі шығатын болса, Arduino жауап бермейді, яғни порт дұрыс жалғанбаған деген сөз. Жаңағы біз көрсеткен USB дұрыс жалғанбаған. Ал егер де жаңағыдай мынадай қателік шығып тұратын болса, онда бұл бізде порттың тағы да басқаша дұрыс таңдалмаған. Біз Arduino Uno портын таңдауымыз керек, себебі біз сол платамен жұмыс жасаймыз. Енді практикада қолдану Arduino сериал мотор. Біз кеше көрсеткендей, алдыңғы сабақтарда сериал биден 9600, мысалы, бұл Arduino мен компьютер арасында байланыс жылдамдығын орнату, компьютерге мәтін немесе сандарды жіберу, деректер келді ма жоқ па тексеру, деректерді оқу сынды бірнеше негізгі функцияларда ақпаратты көру үшін қарастырсақ болады. Енді практикалық мысал, смартфон арқылы светодиодты басқаруға болады. Бұл Bluetooth модель арқылы, яғни 2 Arduino платасы қажет болады. Соны бір платамен Bluetooth модуліне қоссақ болады, немесе команда жіберу, жаңағы командалар жібереді, мысалы, бір ол бізде қосу болса, 0 өшіру деген сынды. Екінші светодиодты басқарады, яғни бір болса қосылады, және бұл әдіс қашықтықтан да басқара беруге болады. Мысалы, біз айтамыз ғой, сымсыз құлаққап та Bluetooth пен басқарылады, сол секілді бұл да алыстан Bluetooth сезген жерге дейін өзі жаңағы жұмыс жасайды. Бұл Arduino біз көріп тұрғандай шығармашылық мүмкіндіктер әлемі, яғни біздің идеяларымызды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Көбінесе электроника мен бағдарламаларды үйренудің тамаша құралы тек кітап, идеялар және Arduinoның контроллері ғана қажет. Біз келесі сабақта енді датчиктерді қосу, күрделірек жобаларды қарастырамыз. Бүгін және мына диод пен резисторды және де Arduinoның негізі туралы практикалық түсініктер алдық. Осы сабақты қорытындылау үшін мен соңына тапсырмалар енгіземін. Сол тапсырмаларды орындап, бірден жүктеп қойыңыздар. Ары қарай келесі сабақта практикалық жалғау үлгілерін бірге жасап көретін боламыз.